Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін осындай 30 минутта дайын болатын кешкі ас дайындаймыз. Ол үшін фаршымызға жұмыртқа, күріш, тұз, қара бұршымызды сеуіп араластырып аламыз. Сосын одан осындай шариктер дайындаймыз. Және помидор, перец, сәбіз, пияз қажет болады. Бәрін турап дайындап аламыз. Сосын қызып тұрған қазанымызға пиязды салып, қоңырқай түске енгенше қуырамыз. Үстіне сәбізімізді салып, 1 минут 2 минут қуырамыз. Болгар бұршын саламыз, помидор саламыз. Барлығын жақсылап қуырып, дәмдеуіштерімізді себеміз. Қалауларыңызша укроп, кинза салуларыңызға болады. Және томат пастасын салып, қуырып, үстіне суымызды құямыз. Үстіне осылай лапшаларымызды орналастырып, үстіне фаршымызды салып шығамыз. Бетін жауып қоямыз. Қайнаған соң астын басамыз. Тамағымыз дайын. Ас болсын.